Қолға су құю әдетте табаққа пәтия сіленгеннен соң оң тараптан жасы үлкеннен бастап қызметтегі келін, үйдің ұл яки қыз перзенті қолға су құйып шығады. Оның да өз алдына мәдениеті болуы табиғи. Аналарымыздың бар қонақтардың қолдарына су алып шық деп кішкенелерімізді жұмсап батырғанын әммеміз де көрген шығармыз. Және де оны қалай болса солай жұмсап қоймайды. Суды жасы үлкеннен баслап ал, оң жақтан басла, бір қолыңда құман, бір қолыңда шылапшан болсын, иініңде сүлгі салуды ұмытпа деп үгітлейді. Суды үзіп-үзіп 3 рет құясың, 4-шісін қонақ сораса ғана құй деп ескертеді. Су құйып батырғанда жасы үлкендердің бәрекелді, бақытлы бол, қатарының алды бол деген тілектерді естігенде кеудемізде ажайып сезімдер пайда болады. Есейе келе бұл дүниядағы ең ажайып жақсы тілектер екендігін түсіне бастайсың. Ай бәрекелді балам, бақытың болғай, қатарыңның алды болғайсың балам. Қалқымыздағы осы апуайы ғана елеспесіз дәстүр аңыз бойынша Сулайман пайғамбардан қалған деседі. Дауд пайғамбар 30 ұлынан айырылғаннан соң мейірім шапағаты мол алла оған бір ұл сыйламақшы болады. Дауд ұлы болар алдында Алла Тағаламыз: «Хей Дауд, саған ұл несіп етпекші мен, бірақ бір шартпенен, саған несіп етілген ұл баланың қызығын тек қана 9 жыл ғана көресің. Осы шартке разылығың бар ма?» деп сұрайды. Ол ішінен перзентінің 9 жыл ғана өмір сүретұғылығына қиналса да, жаратқан иемнің әміріне не қылса да разыман деп келіседі. Көп ұзамай ұлы болып, оған Сулайман деп ат қояды. Патшаның сарайына әр күні жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол уақытларында 7 жасқа шыққан ұлы Сулайманды бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып сарайдың алдына қызметке қояды. Бала күні бойы келген қонақларға кіріп шыққан адамлардың қолына су құйып, олардың алғысын алады. Баланың хадал қызметіне ырза болғалар өмір жасың ұзақ болсын, басыңнан бақыт, астыңнан тақт кетпесін, екі дүнияның сырын біл, дұшпаныңа қатал, достыңа хадал бол, алым, ілім, білім иесі бол деп 99 түрлі тілек айтып, пәтия беріп, алғыс айтар екен. Арадан жылдар өтеді. Сулайман ержеті буылары бел бүгіп, қатарғасы қартайып, бойы да басым азамат ер жігіт болып өседі. Бір күні Дауд ұлы Алла Тағаламызға: «Маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің. Бұл хикметіңнің себебі не?» деп сұрайды. Ұлы Алла Тағаламыз: «Дұрыс айтасың. Сулайманның маңлайына 9 жыл өмір